Сәлеметсіздер ме? Біз Түркістан облысы Сарыағаш ауданының номер 4 мамандандырылған мектеп-интернатының 10 сынып оқушылары Қалдыбаев Әлбей және де Келесжан. Бүгінгі біздің ғылыми жұмысымыздың тақырыбы Evertree Education бөлшектерін қолдану арқылы ақылдес жобасын дайындау. Біздің жұмысымыз кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Ғылыми жобаның өзектілігі қазіргі заман елбасымыз айтқандай техника және білім заманы болып саналады. Сондықтан осы жобамызды білім және технологияға жақындатып жасадық. Ал енді ғылыми жобамыздың мақсаты өз еліміздің көп мемлекеттерін қалыспай солармен бірге қарқынды дамып, және де оқушылардың білімі одан сайын артып, одан да білімді болу үшін осы жобаны іске асырдық. Бұл жобада өзіміздің мектептің болашақ автоматтандырылған түрін жасадық. Өзіміздің ойымызды проектіге енгізе отырып көрсеттік. Біздің осы жобамызды Evertree бөлшектері арқылы құрылғыларға орнаттық. Бұл жобадағы проект, яғни ақылды есік, кез келген мекемеге өз тиімді тұстарын көрсете отырып жаңа деңгейге көтереді. Ал енді бұл жерде біздің қолданған құрылғыларымыз. Lego Evertree ең алғашқы. Бұл біздің жобамыздың ең маңызды бір бөлшегі болып саналады. Себебі біз барлық жобамыздың құрылғыларын осы бөлшек арқылы қосып өшіре аламыз. Түс датчигі. Біз бұл датчикті ақылды есікте қолданамыз. Яғни бұл өзіне деген белгілі деген түстерді ғана қабылдай отыра жұмыс жасайды. Келесі, ультрадыбыстық датчик. Бұл датчикті біз эскалатор және ақылды автотұрақта қолдандық. Бұл датчик арқылы біз микропроцессор және моторға қарай сигнал жіберу арқылы құрылғыларды іске қосамыз. Орта мотор. Ақылды есікте қолдандық. Бұл түс датчигінің өзіне сигналды алу арқылы жұмыс жасайды. Үлкен мотор. Бұл моторды біз эскалатор және де ақылды автотұрақ құрылғыларына қолдандық. Бұл да дәл ультрадыбыстық датчик секілді өзіне қарай сигналдарды қабылдап жұмыс жасайды. Жұмыс барысында бізде көптеген проблемалар туындады. Солардың бірі программаларды кодтау және құрылғыларды құрастыру. Біз бұл мәселені шешу барысында ғаламтордан көптеген мәліметтер жинау барысында осы бағдарламаны кодтау және құрау барысын жүзеге асырдық. Ал енді біздің негізгі функцияларымыздың бірі ақылды есік. Ақылды есік функциясын құрастыру барысында бізге керекті заттар микропроцессор, түс датчигі және орта мотор. Бұл біздің ақылды есіктің программалау тілі. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай екі орта моторды пайдаландық. Яғни түс датчигі өзіне белгілі деген түстерді қабылдап микропроцессорге сигнал береді. Және микропроцессордан орта мотор өзіне сигналды қабылдау арқылы жұмыс жасайды. Яғни мына жерде көрсетсек, микропроцессорды іске қосамыз. Және де мына жерде кез келген түсті, мысалға сары түсті түс датчигіне жақындатамыз. Міне алып тастасақ 4 секундтан кейін өзі автоматты түрінде жабылады. Міне жақындатсақ ашылады. Және өзі автоматты түрде жабылады. Ал енді келесі эскалатор. Бұл да Lego Evertree ультрадыбыстық датчик және үлкен мотордан тұрады. Мына жерде бұл программалық коды. Біз бұл жерде ең бірінші ультрадыбыстық датчик өзіне бір 15 см ара қашықтықта осы өзіне бір денені қабылдап, және ол өзінің алған сигналын осы микропроцессорге сигнал жібереді. Және микропроцессор ол сигналды моторға қарай жіберіп, моторды іске қарай қосып, осы бүкіл құрылғыны іске қоса алады. Мінекей, мынаны қосамыз. Және мынау мектептен кіріп келеді де, мынау ультрадыбыстық датчиктің алдында тұрады, және кеткеннен кейін ол 4 секундтан кейін өзі автоматты түрде жабылады. Мінекей. Алдына дене келеді, және алғаннан кеткеннен кейін 4 секундтан кейін автоматты түрде тоқтайды. Мінекей. Ақылды автотұрақ. Ақылды автотұрақ функциясына микропроцессор, Lego Evertree, үлкен мотор және ультрадыбыстық датчик қажет болады. Ультрадыбыстық датчик өзіне 5 см қашықтықтағы денені қабылдап, Lego Evertreeға сигнал жібереді. Lego Evertreeдан мотор өзіне сигналды алу арқылы шлагбаум ашылады. Міне, мына жерде көрсетсек, микропроцессорды іске қосамыз.
және мысалға мынау келіп тұрған көлік ультра дыбыс датчиктің алдына жақындап міне кірсе, кіріп болғаннан кейін автоматты түрде өзі жабылады. Міне тағы да көрсетсек, датчик өзіне денені қабылдайды және міне кіргеннен кейін автоматты түрде жабылады. Ал енді бізден ұсыныс. Мұндай ақылды есіктерді қандай мекемелерде қолдануға болады? Адам көбею мекемелерде қолдануға болады. Қазіргі таңда пандемия жағдайына да қолайлы болады. Себебі адам шоғырланған жерде және мекемелерде есік қаларымен байланыс көп болады. Жобамыз тіпті осындай жағдайларда қолдануға да мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, бұл жоба жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұндай заманға сай проектілер заман стандарттарын жаңартып отырады. Қазіргі мектептерде көптеген мәселелер туындайды. Ал біз жобамызда көптеген функциялар енгізілген. Сол арқылы мәселелерді шештік. Назарларыңызға рахмет.